құрметті оқырмандар. Қазақстанның бейнелеу өнері тарихындағы жарқын құбылысқа айналған, болашақ ұрпаққа негіз қалап кеткен атақты суретші, бейнелеу өнерінің шебері, өнерге еңбек сіңген қайраткер Әбілхан Қастеев атамыздың 120 жылдық мерейтойына арналған шерлі ғасырдың шынайы суреткері атты еске алу кешіне қош келдіңіздер. Бір кішкентай ауылда маздап қазан ошағы, шағын ғана шаңырақ шілдехана жасады. Жылдар өтіп осынау қызыл шақа нәресте құпиялы өнердің шымылдығын ашады. Жазиралы Жаркенттің жаны Дархан елінде, қылқаламның атасы келді осылай өмірге. Тас бетіне көмірмен бейне сызып сан түрлі, қозы жайып жүгірді шақпақтының белінде. Табиғаттың ғажайып өрнегіне үңіліп, ер жетті ол бояуын жүрегіне сіңіріп, қазағымның бейнелеу өнеріне жол салып, шырылдады көгінде, боз торғай боп ілініп деп ақындар жырлағандай,